Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен сымбат Самат. Бүгін бізде 5-ші сыныптың English Plus кітап бойынша 7-ші беттегі тапсырмаларға шолу. Language focus, subject pronouns, яғни біз есімдіктерді өтеміз. Мен, сен деген сияқты есімдіктерді. Be етістігін өтеміз. Singular and the plural, жекеше және көпше түрдегі. I can talk about people's ages and where they are from. Осы сабақты өткеннен кейін мен адамдардың жасы қаншада екенін айта алатын боламын, және олардың қайдан екенін айта алатын боламын. Бірінші тапсырма. Listen and repeat the words. How do you say we, you and they in your language? Аудионы тыңдап, сөздерді қайталау керек, және біз, сендер, олар деген сөзді өз тіліңде қалай айтатыныңды айту қажет. Бірінші суретке қарасақ, we, біз деген сөз. 2, you, сендер. 3, they, олар. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Complete the table with plural forms in the texts on page 6. Яғни төменде берілген кестеде біз көпше түрін қойып толықтыруымыз керек. Яғни есімдіктердің көпше түрі. Singular ол жекеше түр деген сөз. Мысалы, I am, I'm, you are, he is, she is, немесе it is болса, his, she's, its деп қысқартуға болады. Бұл жекеше түрдегі есімдіктер. Мен, сен және ол деген. Енді бізде көпше түрді өттік бүгін. Plural, көпше түрде. We are, біз. We are болып қысқарады. You are, сендер. They are, олар. Келесі үшінші тапсырмаға өтейік. Replace the words in blue with words in the box. Төменде берілген 1-ден 5-ке дейін цифрланған сөйлемдерде бір сөз көкпен жазылған. Сол көкпен жазылған сөзді біз бокста берілген есімдіктермен ауыстыруымыз керек. Мысалына назар аударайық. Астана is the capital city. Астана is big. Астана деген сөз бізде көкпен жазылған. Енді қараңыз. Қалай ауыстырған? Астана is the capital city. It is big. Яғни Астананы it есімдігімен алмастырған. Ендеше бірінші сөйлемді орындайық. Clara is from Brazil. Clara көкпен жазылған. Оны алмастырамыз. She is from Brazil. Екінші сөйлем. Julia and I are from Australia. Julia and I деген сөздер көкпен жазылған. Оларды алмастырамыз. We are from Australia. Берілгенде Джулия және мен Австралияданбыз деген сөйлем берілген. Ал біз оны біз Австралияданбыз деп өзгерттік. Үшінші сөйлем. London and Tokyo are capitals. London and Tokyo деген сөздер көкпен жазылған. Оларды алмастырамыз. They are capitals. Берілгенде бізде Лондон және Токио астаналар деп тұр. Ал біз оны олар астаналар деп өзгерттік. Төртінші сөйлем. Lucas is from Washington. Lucas Вашингтоннан. Біз өзгертеміз Lucas деген сөзді. He is from Washington. Ол Вашингтоннан. Және соңғы 5-ші сөйлем. Eldar and you are from Kazakhstan. Эльдар және сен Қазақстаннансыңдар. Біз өзгертеміз. You are from Kazakhstan. Сендер Қазақстаннансыңдар. Төртінші тапсырма. Match parts of sentence 1 to 5 with A to E. Яғни мұнда бір сөйлем 2 бөлікке бөлінген, біреуі 1-ден 5-ке дейін цифрланған, қалған бөлігі A әрпінен E әрпіне дейін белгіленген. Біз осыларды сәйкестендіруіміз керек. Біріншісі D. I'm 10. 2. C. Алматы is a city. 3. E. We are friends. 4. B. Timur is a boy. 5. A. She is a teacher. 5-ші тапсырма. Complete the sentence with the correct form of B. Яғни B етістігінің дұрыс формасын таңдау арқылы төменде берілген сөйлемдерді аяқтау керек. Енді B етістігінің қандай формалары бар? 3 формасы бар. Am, is, are. Am бізде I есімдігімен қолданылады. Is деген формасы he, she, it пен қолданылады. Ал are деген формасы ол you, we, they деген есімдіктермен қолданылады. Мысалын қарайтын болсақ, Inju is 12 дейді. Яғни Inju жасы 12 деген сөз B етістігінің is деген формасы қолданылып тұр.
Келесі біріншісін орындап бастайық. Yetis and his teacher are from Turkey. Екінші. The USA and Brazil are big countries. Үшіншісі. Prague is the capital of the Czech Republic. Төртіншісі. Bibigul and I are 10 years old. Бесіншісі. Carmen is my friend from Sydney. Алтыншысы. I am a student here. Жетіншісі. You are in my class. Келесі алтыншы тапсырмаға көшейік. Read and listen, then practice the dialogue, change the words in blue. Бірінші диалогты оқимыз және сонымен қатар аудиодан тыңдаймыз. Одан кейін диалогты практиковать етуіміз керек, яғни қасымыздағы жұбымызбен диалог айтуымыз керек. Мына көкпен берілген сөздерді өзіміздің мысалымызға ауыстырамыз. Мысалы қараңдар. Hello, what's your name? I'm Jack and you. Осы жерде мысалы I'm Jack деген жауапты біз өзгертеміз. Мысалы I'm Сымбат and you деп қасыңдағы жұбыңнан сұрайсың. My name's Edita, where are you from? Бұл жерде сенің жұбың басқаша жауап береді. Мысалы my name's өзінің атын айтады. Мысалы Айдана, where are you from деп сұрайды. I'm from Manchester in England. Manchester, England деген сөздерді ауыстырамыз. I'm from Астана in Kazakhstan. Немесе I'm from Moscow in Russia деген сияқты. And how old are you? I'm 11. Осы жерде 11 деген сөзді ауыстырамыз, өзіміздің жасымызды қоямыз. I'm 15, I'm 10, I'm 9 деген сияқты. Осы жерде және мына 7-ші тапсырмада маңызды 3 сұрақ бар. Олар what's your name? Сенің атың кім? How old are you? Сенің жасың нешеде? Where are you from? Сен қай жақтансың? Осы беттегі соңғы тапсырмаға, 8-ші тапсырмаға назар аударайық. Practice the dialogue from exercise 6 again, but invent new information, then introduce your partner to the class дейді. Яғни 6-ші тапсырмада берілген диалогты практиковать етеміз, бірақ жаңа информация, жаңа ақпарат қосуымыз керек. Кейін сол диалогтан білген ақпаратымыз арқылы біз сыныпқа өзіміздің досымызды таныстыруымыз керек. Мысалы, диалог барысында сен одан сұрадың ғой, сенің атың кім, сенің жасың нешеде, сен қай жақтансың деп сұрадың. Сол кезде сенің жұбың саған жауап берді. Енді сол ақпаратты пайдалану арқылы сен жұбыңды сыныпқа таныстырасың. Мысалы, this is Daniela, she is 10 and she is from Belém in Brazil. Бұл Даниэла, оның жасы 10-да, және ол Бразилияның Белем қаласынан. Енді сен өзіңнің қасындағы жұбыңды таныстырасың. Мысалы, былай айтасың. This is Айдана. She is 9 and she is from Istanbul in Turkey. Мысалға айтып жатырмын, Бұл Айдана, оның жасы 9-да, және ол Түркияның Стамбул қаласынан. Немесе this is Мирас. He is 11 and he is from Алматы in Kazakhstan. Бұл Мирас, оның жасы 11-де, ол Қазақстанның Алматы қаласынан деген сияқты.